Достар, видео басталмай жатып сендерге бірдеңе айтайын дегенмін. Жалпы осы видеоны мен 2-3 ай бұрын түсіру керек болатынмын, бірақ та мен ол кезде озвучка жасап жүрдім. Жалпы осы видеода сендер лайк басып тіркеулеріңді сұраймын, өйткені осы видеоны жасау үшін менде біршама уақытым кетті. Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге мен Никитчан, немесе Незукочан. Бүгін бізде осындай бір немене өзі. Кстати, осындай бір аты қалай еді? Выживание, иә. Осы выживанияда біз неше түрлі заттар, мына жақта қора, мына жақта тоже қора, мына жақта тоже қора. Ал мына жақта не болып жатқанын білмеймін, әрине, барып көрейінші. Кстати, мен кітапты оқуды ұмытып кеттім ғой. Так, кітапты оқиық. Эмеритол қалай ойнау керек екенін айтып жатыр, типа бізде how to play you need to grab ана заданиялар орындауымыз керек, page off. Окей, онда түсіндік. Мына жақта бізде өлтірмеңдер деп жатыр ана жеселдерді. Чет деген не ол? Крафт деген не? Сен жүгіре аласың дейді, ану. Миссион дейді. 5 қой шығаруың керек. 5 сиыр, 5 қой дейді. Ё-моё. 1000 осындай 100 мыңға жету керек дейді. 64 бізде ешкім қойматер. И потом 64 iron god. И потом 64 алмаз. Ё-моё. Осыны істеп болғаннан кейін, короче, бітеді бізде. Ал мықты бізде перемены бізде не болады? Анандай бір огород перемены, Өйткені осы огородтан осындай болады бізде. Мен қазір осы сөздерін барлығын переводтаймын. Енді үйтіп. Мықты, кстати, не бар өзі? Дом жоқ қосында мен қалай істеймін? Бізге 64 алмаз. Мен өзі бір алмазды әзір табым, понимаешь, так? Всё. Сонда мына жердің бәрі огород? Мәссаған. Кстати, маған ана жақ қызық болып тұр. Ой, ана қызғанаққа барайықшы. Бұл завор, перемены. Бұл завор ма, немене өзі? Вообще оқып тұрған жоқпын. Мыналарда видео түсіріп отырсаң шақыра береді. Өмір не болып кетті? Так, бүгін мен вообще сыйларды қаяқтан келетінді білмей тұрмын. Не істеймін сыйларды? Енді креативтен фух деп шығармайтын шығармын енді. Бір жақта болу керек. Всё. Сонда біз айдаладан алып келеміз ба сыйларды? Еще ұзын екен мына жер. Вообще ауыл бар екен. Мынақты бізде өлтірмесін деп жатыр, бірақ та менің кейде жыным ұстап жіберген кезде мен өлтіріп тастауым мүмкін, иә. Так, мына жақта бізде кстати, бізде жануарларды алып келу үшін бізге огород істеу керек. Я онда огород істей, онда не бәле? Так, менде 50 мани, сен саған 50 манияға не алуға болады? Ой, изумруд. Ойбай, өлтірмесін деді ғой сен. Кешір, I'm sorry, так. I'm sorry, так. Вау, мен жалпы ағылшыншаны қазақша оқып тастаймын, так что мән білмеңдер. Так, онда бүгін огородпен айналысамыз. Келесі видеода ары қарай жалғастыра береміз, Жақсы, онда енді жайлап бастайық. Үйтіп. Сонда мен вообще ведро водиді қақтын аламын, ведро водины. Так, ана фонтаннан алып келем, примерно. Кстати, мен бір лайфхак көргем, осы жаққа бүйтіп бұртасаң сойып қойсаң, мына жақта бүкіл огородты жұмыс істей береді деген. Мен оны білем, бірақ та бір түрлі сияқты ғой. Так, онда жайлап бастайық онда. Пойдем. Так, мына жақтан бізде енді лопата жасау керек. Және де мына жақтың бәрін қазу керек. Өйткені біз мынамен қаза алмаймыз. Тондырып тастаған өткен күнің. Сендерге қазір осылай мақалай суф тондырып тастаған өткен күнің лопатам сынып қалды. Енді қайттан ойын жасау керек. Кеттік. Уже екінші лопатам сынып кетті. Не бол вообще? Қаныштыңдар ғой. Жалпы бір стак жер десе, яғни топырақ болса, мен оған почти 2 стақты беруші едім.
Жайда бұл ең соңғысы. Қаншама еңбек, қаншама тер. Короче, мынаны барлығын істеп болдым. Ну, почти барлығын істеп болдым. Енді бұлардың барлығын бүйтіп топырағын бүйтіп аунатып, дәнін сепіп шығу керек. Ладно, онан барлығын қазір пышыр. Дәндер түссеңдер шайнеге түспей атсыңдар, ема. Мынадан түсіру қиын сияқты негізі. Мынан біреуіне түсіп атқан жоқ па, не? Оны қалай аламын мен? Достар, қараңыздар, мына жақта бүйтіп шығады ғой, бүйтіп қазір. Қайда бағана өзі шыққан еді, негізі бұл ана видеода. Что-то шықпайды, сценарий. Міне шықты. Сол шыққан кезде ол менде алынбай тұр, неге екенін өзімде ұқпадым. Басқаларында емес, мен құмын алым керек па? Түсініп тұрған жоқпын. Сонда қалай түспесе мен аламын өзі, менде өзі 3 штук. Ладно, менде осы алғашқы 3 мындай ек қойық. Болма? Енді болды ма? Ма көрікті аяқтаймыз осымен. Жалпы алғашқы 3. Мен тағы түсті, бірақ та оны қабылдамады. Креативтен аудан басқа амал жоқ сияқты. Так, примерно бізде ол қай жақта еді? Бірақ аламын бәне. Жақсы енді. Хотя бы бір заданияны істеп. Аха, болды. Енді мынан барлығымызге 2 проблема болды. Енді ренжімеңдер, өткен аяқты бізе алынбайды вообще. Соны мен ренжідім авторға. Неге олай сен? Ойнағысы келді, бірақ тапқан нетен ойнайтын адам. Так, мынаның барлығын осылай істеп шығу керек. Жақсы, онда бұл бәрі сендердің іштеріңі пыстыртады, так что мен бұның барлығын істейді, паузамен істеймін. Достар, қараңдар, мына жақтан біз просто бір жүректің мына жерден ғана аламыз. Сонда мен не істеймін, соны оға алмай қойдым. Кстати, түсіндім, қалай мынандайларды алуға болатын. Креативтен алмай қойдым негізінде. Сонда мен ведро валиді қайдан аламын, вообще там мына авторлардың бас істемей ма? Бәрін креативтен алып отпайын шығарым енді, я? Так, ойбай. Вообще-то мына автор не вәлі вообще аяқты негіз бірнеге бармай екен, көріп келу керек еді жалпы. Көрек шу. Так, достар, бұл бірінші серия, так что енді кішкене аралай тұрайық бұл жерде де. Саған ары қарай. Сонан достар, бір тегіс әрең істеген ғой, қараңдар, ё-майо. Өлсем өле берейін, бәрі қайтан тірлен ғой, Сондай көріп қалсам заттарын бағана түседі ғой. Тоңдырып тастаған өткен күнім болады сосын. Негізі мияқты бізде басқа режимді болу керек, ешқандай блоктарды сындыра алмайтын деген сияқты. Сонда біз осы блоктарды сындырып ана жақты көре алмаймыз деген сияқты. Бірақ та мынан қарындырша істеп, текст жалпы менде осы бір сервер ашам өтем жалпы. Ойбай. Жоқ. Енді шынымен тоңдырып тастаған өткен күнім болды. Жоқ, заттарын барлығы өзінде қала береді екен. Әрине бұл плюс авторға. Жақсы, онда бүгінге осы жетеді деген ойдамын. Бүгін бізде осылын істеді хотя бы. Және де бізде проблема ол су. Суды мен не істеймін өзі. Так, мына жақта даже су бар екен. Бірақ та оны алалам ба? Плюс 3 су. Бірақ та бұлар маған ұзаққа жетпейді. Олардың өзі бір ұстаты біреуіне толтыра алмайды ғой. Бірақ та міндет хотя бы 4-сеу. Бәрі ол 4-сеуі де ештеңе істей алмайды. Міне мына жақта
Мына біреу қоям, ана жақта біреу қоям. Сосын бітті болды. Қалғандарын не істейміз сонда? Онда қалғандарын көріп жатырмыз, иә. Кестесіп тастайын пысықсып. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Не осы мен мұны осы жақтан қоямын, неге екенін білмеймін. Так, осы жақтан қоямыз. Еще бұлар кейде бүйтіп су таусылып қалады ғой. Сол жақтан мен вообще не істеймін. Опа. Кешір енді, бірақ басқа алады. Менде вообще шанс жоқ. Так, мына жақтың бәрін пластик. Жоқ, пожалуйста. Мына иә. Достар, бірақ мынаның ортасына құю керек. Өйткені мына жақта бізде ортасындағылар шөлдеп өліп қалуы мүмкін. Еподан мына жақтағылар керек емес. Өздерінде көріп тұрған шығарсың мына огородтың халі қандай болып тұрғанын. Окей. Сендермен бірге болған мен Никитжан. Және де осындай выживаниялардан да сында ойнап тұремін ба, соны комментарияға жазып кетіңдер. Сау болыңдар.